Сәлем достар, бүгінгі видеода ақш пен Украина арасындағы соңғы саяси және қаржылық қатынастарды қарастырамыз. ақш-тың Украинаға көрсеткен қаржылық көмегі және оның қайтарылуы туралы талаптар және осы мәселенің салдары қандай болуы мүмкін, осының барлығын бірге талдайық. ақш пен Украина арасындағы соңғы саяси жағдайлар. Қазіргі таңда ақш пен Украина арасындағы қарым-қатынас тек әскери емес, сонымен қатар қаржылық мәселелерге де байланысты. ақш Украинаға соғыс басталғалы бері 100 миллиард доллардан астам көмек көрсетті. Бұл қаржы әскери техникаға, гуманитарлық көмекке және елдің инфрақұрылымын қалпына келтіруге жұмсалды. Алайда ақш-тың кейбір саясаткерлері Украинаға бөлінген қаражаттың тиімді жұмсалуына күмәнмен қарап отыр. Олар қаржының қайда және қалай жұмсалып жатқаны туралы нақты есеп сұрауда. ақш Украинадан ақшасын қайтаруды талап етті ме? Жақында ақш-тың кейбір саясаткерлері Украинаға көрсетілген қаржылық көмектің бір бөлігін қайтару мәселесін көтерді. Алайда бұл ресми талап ретінде әлі қарастырылған жоқ. Кейбір сарапшылардың айтуынша ақш-тың бұл әрекеті алдағы сайлауларда науқанға байланысты болуы мүмкін. Өйткені Украинаға көмектің жалғасуына ақш-тың тағы бір партиялары қарсы. Алайда бұл қаржылық көмек негізінен гранттар мен ұзақ мерзімді жеңілдетілген несиелер түрінде берілген. Сондықтан Украина бұл соманы жақын арада қайтармайды. Бұл жағдайдың салдары қандай болуы мүмкін? Егер ақш Украинадан белгілі бір қаражаттың қайтарылуын талап етсе, бұл екі ел арасындағы қарым-қатынасты әлсіретуі мүмкін. Украина қазіргі таңда әскери және экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқандықтан, қарызды қайтару мүмкіндігі өте төмен. Бұл мәселе халықаралық деңгейде де талқыланып жатыр. Егер ақш Украинаға көмекті азайтса, Еуропалық одақ немесе басқа елдер бұл көмекті толықтыруға тырысуы мүмкін. Қорыта айтқанда, ақш пен Украина арасындағы қаржылық көмек мәселесі әлі де талқылануда. Ресми түрде Украинадан ақшаны қайтару туралы талаптар қойылған жоқ. Бірақ бұл тақырып ақш-тың ішкі саяси аренасында жиі қозғалып келеді. Бұл жағдай қалай өрбиді? Келесі жаңалықтарда бұл сұраққа нақты жауап аламыз деп ойлаймын. Ойларыңызды пікірде қалдырыңыз. Келесі кездескенше.